Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазақтың ертеден келе жатқан кәделі ұлттық тағамдарының бірі шелпектің жасалу жолын ұсынамын. Шелпек әр өңірде әртүрлі жасалады. Бұл шелпек өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Сонан соң жылы суға бір шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнға судың барлығын құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Дайын болған қамырды целлофан пакетке салып, бөлме температурасына 30-40 минутқа қалдырамыз. Мінекей жұмсақ қамырымыз дайын. Қамырды 7 бөлікке бөлеміз. Қамырдың барлығын видеодағыдай дөңгелектеп шығамыз. Қамырлар кеуіп қалмас үшін бетін жауып қоямыз. Достар, менің каналымда бауырсақтың қаттама нанның жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі жасайтынымыз қамырларды жұқа етіп жаямыз. Қамырды ұн пайдаланбай жайып жатырмын, жұмсақ болғандықтан тез жайылады. Қаласаңыз аздап ұн сеуіп жайсаңыз да болады. Қамырды жайғанда біркелкі жұқалықта болуы керек. Жайылған шелпектерді майға пісіргенше бетін жауып қоямыз. Қызып тұрған майға шелпекті саламыз. Шанышқының көмегімен немесе қасықпен видеодағыдай айналдыра отырып 5-6 секунд пісіреміз. Келесі жағында аударып дәл осылай пісіреміз. Толықтай ортасы пісіп шығады. Піскен шелпектерді қағаз сүлгінің үстіне қоямыз. Дәл осы әдіспен жасасаңыздар, шелпектер өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Барлық шелпекті осы видеодағыдай қайталап пісіріп шығамыз. Мінекей достар, қазақтың ұлттық тағамдарының бірі шелпектер дайын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.